Желіде ерекше ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басыңыз. Сақалды әже. Түркістан облысында ерекше әже жұртты таңдандырды. Түркістан облысында тұрғыны Мұхтабар Турбатта тұрады. Оны барлығы құрметтеп сыйлайды. Басылым мәліметіне сүйенсек, қалың сақалына ұстара тигізіп көрмеген қария шөберелі болып қуанышы еселенген. Бүгінде 70 жастан асқан әже өзі туралы түрлі қауесетті арасада ешқам пастан бағыттығын кешуде. Шетелдік бақ қазақстандық сақалды әйелді терроршы деп ақпарат таратып жіберген еді. Мұхтабар әже сұмдық жаңалықты бала шағасынан естіп жағасын ұстапты. Қария тіпті өзіне қара күйе жаққандары сотқа беруден де бас тартыпты. Барлығының жазасын бір Аллаға тапсырдым депті өзі. Сақалды әже елімізде 2018 жылы түрлі бақ арқылы танылған еді. Видеомыз кеңінен таралуы үшін және баршаға хабардар болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.